Жалпы Алқа әдеби-мәдени клубының құрылуы бұл тек қана бір уақыттың болмаса бір 4 жылдың ауқымын ғана алып тұрған жоқ. Бұл бір ғасыр дәуірді алып тұр. Себебі 1924 жылы Мағжан Жұмабаев Мәскеу қаласында жүргенде Алқа ұйымын құрған болатын. Негізгі арман мақсаты қазақ жастарының әдеби, мәдени тұрғыдан дамуы, әлемдік деңгейдегі тұлғаларды қалыптастыру болатын. Әрине, оның ғұмыры ұзақ болмайды. Алқа үшін Мағжан қудаланады, 10 жылға сотталады. Осылайша біраз уақытқа дейін бұл дүниелердің барлығы тоқтап қалған болатын. 22 жылы Астана қаласына ұлттық академиялық кітапхананың басшысы болып Ғазиза Құдайбергенқызы тағайындалады. Ғазиза Құдайбергенқызымен кездесіп әңгімелескеннен кейін осындай оқырмандар клубын ашсақ деген идея туындайды. Дайындық басталып кетеді. Ортамызда осындай клуб болса екен деген 20-30-ға таяу қазақтың жігіттері басын қосып Ғазиза Құдайбергенқызының қолдауымен 2022 жылы 29 қыркүйек Астана қаласындағы ұлттық академиялық кітапханада Алқа әдеби-мәдени клубы ашылған болатын. Алғашында Алқа әдеби-мәдени клуб атауын алар алдында бұл Алқа жастар әдеби-мәдени клубы болсын деген сияқты ұсыныстар көп түскен болатын. Бірақ оған ойлана келе бұл дүниеге қарсы болдық. Бұл барлығына ортақ болу керек. Жас ерекшеліктері бұл жерде болмау керек деген пікірге келіп тоқтадық. Ақсамайлы аналарымыз, әжелеріміз, апаларымызға дейін қатыса бастады. Барлық жас ерекшеліктері толыққанды қамтылды. Кейін бұл тіпті бір әлеуметтік ортаға айнала бастады. Не себептіден? Себебі өзіне жас ерекшелігіне қарай адамдар бір-бірімен достасып, топтасып, өздері бір орта жасай бастады. Мысалға, Тұма әжелер академиясы ашылды. Алқа клубында осы өзіміз қатарлас әжелер бас қосып қалған екенбіз. Бірақ оншақты одан да көп әжелер бар. Сонымен Алқадан көп нәрсе алып жүрміз ғой. Енді біз бұны бермейміз бе? Біз өзіміз енді осы жасқа шейін ала береміз бе деген бәрімізге пікір келді да, сонымен ойласып отырып, әжелер Тұма деген қоғамдық бірлестік құрдық. Мақсатымыз енді Тұма деген сөзден белгілі ғой, тереңнен шыққан бастау, таза мөлдір су. Солай деп қойдық та, енді екінші жағына Тұма деген 4 әріп қой. Тағылым, ұлағат, мейірім, адалдық құндылықтарын балаларға сіңіру, қазақы тәрбиелеу, қазақшылыққа шақыру, кітап оқуды үйрету, осы өзіміздің қазақи құндылықтарымызды дәріптеп сіңіріп балалардың арасында жұмыс жасау деген мақсатты қойдық. Сөйтіп 2023 жылдың жазған бастап осы Тұма академиясы бастап жұмысымыз бастадық. Одан кейін енді бұл неғып жүрген әжелер деген әңгіме тумасын деп заңды түрде біз жарғымызды жасадық. Оны әділет басқармасында тіркедік. Астана қаласы бойынша Тұма әжелер академиясы болып ресми тіркеліп қызметімізді бастадық. Балалар өте жақсы қабылдайды, балалар өте қуанады тірі әжелерді көргеніне. Сосын және осы ұлттық киімдерімізді, күміс әшекей бұйымдарды тағып барамыз. Ол тіпті балаларға өте тартымды болады. Клубта кітаптар оқығаннан кейін Қазақстанның түрлі түкпір-түкпіріндегі сакральды мекендер, киелі орындар, әулиелі жерлер туралы көп оқи бастады. Нәтижесінде Алқа клубының негізінде саяхат бағыты ашылды.
салт дәстүрімізге жалғанқанмен қоймай, өзіміздің баяғы ата бабамыз жүріп өткен тарихи жерлерді де барғанбыз, зияратқа да барып тұрдық, өзіміздің достарымызбен, жаңағы алқа жүрген барлығымыз келісіп тарихи орындарды араладық. Сосын мысалға зияратта жүрген кезде мүлде машғұл жүсіп көпейір ұлы туралы мүлде білмейтінбіз. Осы алқаға келгелі ол кісіні де тани бастадық, ол кісінің басына да бардық, ол кісінің шөбересі мен таныстық. Енді сол тарихи орындарға да бардық, ана Ұлытауға бардық. Ұлытау енді 300-дің басын қосқан жер ғой. Сол жерде Әулие тауы бар. Әулие таудың басында 7 әулие жерленген деп айтады. Солардың барлығын біз осы алқа клубының мүшелерімен барып көріп келдік. Мына жақтан Бекет атаның басына да бардық. Семейдегі тарихи орындарға да біздің алқаның мүшелері барып келді. Осындай, міне осы алқа клубының арқасында осындай көптеген жерлерді аралап, қаншама достар тауып, жетістіктер жетіп отырмыз. Тәуелсіздік алғалы бері кітап оқу мәселесі төмендеп кетті деген проблема жиі көтеріле бастады. Бұл мәселе әрине жанға батпай қоймайды. Сондықтан да әдеби мәдени клубтың негізгі бағыт-бағдары бұл кітап оқу. Қазақ әдебиетін, мынау шетел әдебиетін таңдаған кезіндегі біздің бір ерекшелігіміз бұл оның ішіндегі адами қасиет, яғни рухани қабатына түсетін, адами болмысқа барып жабыса қалатын жанашырлық, адамгершілік, махаббат, мейірім деген қазіргі кездегі бір сирек кездесіп жүрген қасиеттерді барынша сабақ алуға тырысатын жанрлар таңдауға тырысамыз. Және бұл әдебиеттерді қайталамауға тырысамыз. Бір авторды екінші рет алмауға, түрлі жанрды қарастыруға, сол бағыттағы жанрдың ішінде ең бір сүзіліп шыққан, елдің аузында жүрген классика деп атайтын, сонымен қатар қоғамға резонанс тудырып жатқан әдебиеттерді талдап, талқылап, өз бойымызға сол ішіндегі мейірімділікті алуға тырысамыз. Бір қызық болды, автобуста қызыға келіңіз алқаға деп бір қарияға айтып тұрсам, оны қасында тұрған Жәнел деген қыз естіп қойыпты. О студент өзі сол естіп қойып, сол күні алқаға барыпты. Мен ана апайдың айтуымен келіп тұрмын деп, сондай да қызықтар болған. Және де осы әр апта кездескен сайын біз бір-бірімізді қимас достай, бұдан да жиірек кездессек деген ой туындады. Осы мәселе бойынша бізге бір қара шаңырақ келіп болды. Бізде бұл қоғамға өзіміздің үлесімізді қоссақ па деген азаматтар шыға бастады. Сондай азаматтардың бірі Бақытбек деген бауырымыз. Бақытбек Тәуекелге барып, Астана қаласының қақ ортасынан ғимарат алып, Алқа білім академиясы деген оқу орталығын ашты. Негізгі Алқа білім академиясының бағыт-бағдары бұл біздің өзіміздің рухани құндылықтарды насихаттау, балалардың бойына соны сіңіру болып есептеледі. Алқа білім шынымен де жастардың қара шаңырағына айналды. Жалпы Алқа білімде клубтан бөлек басқа да іс-шаралар өткізіледі. Соның бірі Алқа скул жобасы. Сол Алқа скул жобасында біз ол жарқынмен танысқан едік. Сонымен қатар Алқа білім қара шаңыраққа айналғандықтан біз өзіміздің басқа да жобаларымызды ойымызда жүрген іске асыруға мүмкіндік туды. Соның бірі Алқа скул. Ол өзінің екінші тынысын алып, біз бұрында мектепте жүргізген талқыларымызды Алқа білім академиясында жүргізіп бастадық. Ол кезде біз оқушыларға құндылықтардың, ортақ құндылықтардың маңызды екенін түсіндіре жүріп, өзіміз де соны түсіне бастадық. Және ортақ құндылықтар арқылы өзінің өмірлік жарыңды таңдаудың қаншалықты маңызды екенін де түсіне бастадық. Сол түсінгендігіміз біздің шаңырақ құруымызға үлкен септігін тигізді. Жалпы Алқада отау құрған жастар да бар бізден бөлек. Руслан аға мен Айнұр апай, Әлішер мен Ұлдана, және мен досым Санжар мен Жанар.
Негізінен алқаға дейін де қосылған жұптар болған. Қазір бүгінгі күнде кішкентай алқатайлар да дүниеге келіп өсіп өніп жатқан жайы бар, Құдайға шүкір. Енді алқада құрылып, одан кейін де сол алқаның ішінде жұптар бірігіп, Құда қаласа осылай бұл көбейе береді алдағы уақытта. Енді жастар деп отырмыз ғой, біз мына Алқа білім академиясында жастармен бірігіп философия оқып жүрген жайымыз бар. Енді философия не үшін оқиды, несімен маңызды? Оның маңызды болатын себебі мынадай. Философияда айтады ғалымдар, психикадағы аурулар философияның қисық кеткенінен басталады деп айтады. Сол себепті адам міндетті түрде әуелі философиясын, өзінің ой жүйесін реттеп алады. Сосын барып алға қарай қадам басу керек негізінен. Сол себепті бізде мына алқаның айналасында жиналған жастармен жиналып аптасына 2 рет философиялық дәрістер оқып, оны бәріміз бірге талдап, сөйтіп жүрген жайымыз бар. Одан бөлек бұл алқада біз мына жерде тұр. Алқа кофе дегенде жобаны қолға алған болатынбыз. Яғни біздің алқамыздың атынан осы бренд болып барлық жерде көрініп тұрсын, жұрт біліп жүрсін деп, осындай бір жоба дәл қазір күнде жүріп жатыр, әрі оның аясында ауқымы да кеңейіп жатыр күннен күнге. Біздің Алқа әдеби-мәдени клубының мүшелеріне шабыт сыйлап жатқандағы, шабыт қана емес, өмірде жол көрсетіп, жол сілтеп жатқан жайы бар екенін көзбен көріп отырмыз. Бір кітап шығады деген алдында бір түс көрдім, сосын бір тықсын күш қысты, бір 3 күндей ойыма жаңағы келді, алқашоп деген идея келді. Визуалды түрде ақпарат беру болды. Неге ғылыми майдан деп қойдым да, атаның суретінің, жаңа айттым ғой, көзім алдыма елестеді, қандай түстер шығару керек екені, солардың арқылы неге ғылыми майдан, ол да сілтеме да. Жағында сол кітапқа алып келу, жастардың сауатын ашу, тұлғаға ұқсау, әйтеуір бір болмаса бір жақсы қасиетін жұқтыру миссиям орындалды деп ойлаймын. Мен ең бірінші бұл идея маған Алқа ғылыми әдеби клубы арқылы келді ғой бұл идея. Сол әдеби клубқа менің рахметім ретінде Алқа деген атты сол жерден алдым. Бір күні шілде айында Бақытбек келіп тұр. Саят, міне кілті оқу орталығының банкқа барып қарызданып ғимарат алдық. Енді соның жөндеу жұмыстарын бастаймыз деп, осы шілде айында жөндеу жұмыстары, Алқа білім академиясының жөндеу жұмыстары басталып кеткен болатын. Осы бағдарға жанымен қызмет ететін жастар да көптеп шыға бастады. Әр ұлттың баласы өз ұлтының арасында өз ұлты үшін қызмет қылатын болғандықтан тәрбиеші баланы сол ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті дейді. Яғни осы ұстанымды өзімізге негіз ете отырып, жаңағыдай баланы оқытқанда тек білім берумен шектелмей, оны ар-ождан, отансүйгіштік мақамында тәрбиелеуге тырысамыз. Енді Алқа білімде жұмыс жасап жатқан өзім көп болған жоқ, бірақ осы Алқа әдеби-мәдени клубындағы оқыған түйгендерімізді қолдана отырып, негізі балаға білім бергенде, баламен жұмыс жасағанда өте үлкен көмегін тигізеді. Баланы барынша құндылықпен оқытуға тырысамын. Мәселен, бізде әбден нәпсіға дейін дейтін кітабымыз бар. Соның ішінде көптеген құндылықтар берілген. Соның ішінде өзіме негіз етіп алатын жаңағыдай жаттау, жаңылтпаштар, жұмбақтар, санамақтар, одан кейін аңыз қиссаларды бірге отырып оқимыз, талдаймыз. Алқа білім академиясында осы жаздың демалыстарын пайдаланып лагерь ұйымдастырылды. Иә, осы Алқаның өнімді болған жобаларының бірі Алқа Скул жобасы. Ол мектептерге барып аптасына 1 рет сол мектептің оқушыларымен кітап талдаймыз. Және бұл жобаны дамыту үшін біз бұны әрі қарай қалай дамытсақ болады деген сұрақтың жауабы ол лагерь болды. Бізде Алқа лагерін ұйымдастырған кезде басты мақсат сол болды. Балаларға кішкентай кезден әдепті үйрену, тыйымдарды үйрету,
бата жаттату, санамақ жаттату, сыр сөз жаттату деген өте қызықты болды. Балаларға үйретіп жүрді, өзіміз де үйрендік. Балалар бата жаттап, ас қайтарып, жаңағыдай үйлеріндегі ата-аналар қуанып, видеоға түсіріп, инстаграмға салып, рахметін айтып, өте тиімді, өнімді, қайырлы жұмыс болды деп айта аламын. 21 ғасырда көбі ақпараттарды бүгінгі таңда әлеуметтік желілерден ала бастады. Осы дүниені дұрыс пайдалану үшін Алқа әдеби мәдени клубының жастары Алқа подкаст түсіре бастады. Астары подкастының алғашқы шығарылма былтырлары шыққан. Осы уақытқа дейін біраз көлемді әрі салмақты шығармаларды талдап үлгердік. Оның ішінде Мағауиннің Сары қазағы, Сайын Мұратбектің Коммент оғай, Оралхан Бөкейдің Атау бересі, Дулатовтың Гауһар тасы, Кен Кезидің Көкектің ұясы сияқты шығармалар талданды. Жалпы кітап талдайтын подкаст көп, бірақ әдетте олар белгілі бір шығарманың сюжетіне басымдық берсе, біздің бұл подкасттың ең басты артықшылығы әрі ерекшелігі, біз оның мазмұнынан бөлек оны экзистенциялық, философиялық, психологиялық, адам таным тұрғысынан талдауға тырысамыз. Локальды білімнен контексттік білімге өтуге тырысамыз. Сондықтан мен ойлаймын, мұндай жобалар бізге керек, өйткені олар өмір сүрудің жасанған жолын ұсынады. Астана қаласындағы Алқа әдеби клубына 4 жыл толғалы отыр екен. Бұл әрине салыстырып қарайтын болсақ, қанап айтқандай үлкен мерзімде болып көрінбес, бірақ бұл жобаның бастамасы бар, өзіндік бір тарихы бар. Ең алғаш рет бұл жобаның бастауында тұрған азаматтар қатарында мен марқұм журналист Бейсен Құранбек ағамыз айтқан болар еді. Одан кейін жерде Санжар Керімбай бар. Өзімізде басқасында жүрдік. Осыдан 10 жарым жыл бұрын Алматы қаласында ең алғаш рет Білгім келеді деген клуб ашылған еді. Қазір Қазақстанның барлық дерлік өңірлерінде осындай клубтар жұмыс жасап жатыр. Жастар тарапынан өз еркімен, өздерінің қызығушылығымен, олардың мүддесіне сай жұмыс жасап жатқан бірден бір азаматтардың бастамасымен, өз бастамасымен жұмыс жасап жатқан бірден бір осындай жоба. Енді былтырғы Атырау қаласындағы құрылтайда сөйлеген сөзінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев та дәл осы кітап оқитын ұлт жобасын қолға алу керектігін айтқан болатын. Біз жаңа айтып өткендей бұл жобаны ондаған жыл бұрын ертерек бастап кеттік. Біздің Астанадағы Алқа клубының жұмыс істеп тұрғанына қазір 3 жыл болды. Бұл енді біздің Назарбаев дәуірінен кейінгі Қазақстан қоғамында мынандай салиқалы клуб құру деген үлкен бір мұғжизаға тең деп айтса да болады. Бірақ енді бұның кейін енді бір проблемасы бар. Неге деген кезде клубқа енді қандай құндылықтар маңайында жиналасың. Егер ана жиналатындардың талқылайтын құндылықтары егер трансцендентті емес, егер субъективті әртүрлі жағдай бір адамды теріс жағына қарай тартып кететін заттар болатын болса, ол кері әсер етуі мүмкін. Адам жеке дара өзі, мен деген субъект өз алдына жарып шыға алмайды бұл жерден. Не үшін? Сен басқалармен әсерлесу арқылы, басқа әлеммен қоян қолтық араласу арқылы ортақ құндылықтарға үйіп, бәрі ортақ бір дүниетанымды қалыптастырып барып көтерілмейтін болса, бір өзің сен ештеңе де істей алмайсың. Қазақша не дейді оны? Жалғыздан үн шықпайды, жаяудың шаңы шығып қойды деп айтады. Соған байланысты мен деген әлем, әлем деген бұл мен екеуі бір уақытта жаралып, егер мен өлетін болсам, менімен бірге менің әлемде жоғалып кету қаупі бар деген әңгіме сөзден шықты. Бірақ бұл жерде егер сіз өлмейтін құндылықтарды, жаңағы трансцендентті тәңірлік әлемде жаралған хикметтерді бойыңызға сіңіріп алып, және сол құндылықтарға ұйыған адамдармен бір клубқа барып отыратын болсаңыз, онда сіз жойылып кету, күйреп кету, қартайған кезде жалғыз қалу, неше түрлі жаңағыдай социологиялық, әлеуметтік неше түрлі апатқа ұрынудан аман қаласыз. Осы клуб мәдениетінің тірілуіне байланысты адамдар өзінің жалғыз мен деп аталатын субъектісін екінші бір парасатты адамдармен біріктіру арқылы өздерінің әлемдерін қазір қайтадан жасап жатыр. Осылайша бір шетінен қазақ тілі де дамып жатыр, қазақ әдебиеті күшейіп жатыр, құндылықтар әлемі қоюланған үстіне қоюлана түсуде, және бұл клубқа мүше болып келген адамдар да басқа адамдармен дұрыс әсерлесудің арқасында әлемді игеретін жаңа бір деңгейге көтерілді. Сондықтан осы клуб мәдениетінің алдында авангард болып, осы руханияттың, адамгершіліктің, мәдениеттің жалауын құлатып алмай желбіретіп алып келе жатқан біздің Алқа клубының әжелер несіне де құрамына да, орта жастағы құрамына да, және жастарға, одан кейін балаларға да бәріне табыс тілейміз. Өсіңіздер, өркендеңіздер. Бүкіл Қазақстанға, бүкіл орталық Азияға, болса Евразияға үлгі болыңыздар. Одан да қатты күштеріңіз тасып баратса, әлем жұртына үлгі болатын жағдайға дейін Құдай сіздерді жеткізсін. Аман саулықта болыңыздар.
Бұның бізде ең қысқа сұхбат болды. Сендердің ең тез түсірген сұхбаттар болған шығар Қалғандарды еліктікші. Тез сөйледің ма, тиянақты? Шешенді өнерге жазамыз ол үшін. Мені қысмай жазыңдар, вебинар өтеді. Шашындап қаламын. Әнсің ба? Ағайдан үйрен. Естімей қалдым, ағайды шақырмайсыңдар ма? Шешендік өнер ағайды. Ең ең соңында. Ең басты режиссер. Шашадым деп қалай сөйлеместей боласың? Енді үйге барып, осының бәрін әйелің айтып беру керексің. Сәлем, бізде дайындық. Жұмыстың бәрі осынікі. Философия соқтық. Шайы бар. Енді сөйлемді айтпасаңызшы. Аяқтадың ғой, шайы бар.